Жалпы жыл басынан бері департаменттің аумақтық филиалдарында алимент санатындағы құжаттардың саны 8333-ті құраса, бүгінде оның 2400-і аяқталған, ал 4000-ға жуығы ағымдағы орындауда. Жауапкершіліктен жалтарып, өз ұрпағынан безінген әкелерге қатысты өндірісті атқаратын жеке сот орындаушылардың да енді еңбегі қайтпақ. Яғни олар осыған дейін бұл санатты атқарған әрбір ісіне 5 айлық есептік көрсеткіш негізінде қызмет ақысын алып келсе, үстеміздегі жылдың 1 қарашасынан бастап бұл 15 айлық есептік көрсеткішке жетті. Жеке меншік сот орындаушылар мынау жұмыс орнында жұмыс жасайтын борышкерлердің алиментінен 90-на 1 мәрте 1 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде өздерінің қызмет ақысын өндірсе, мынау алимент өндіру, жалақы өндіру санатын атқарушылық әрекет өндірістер бойынша мәжбүрлеп өндіру әрекеттерін жасаған үшін 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап бүгінгі күнге дейін 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде үкіметтің 2015 жылы 1053 қаулысына сәйкес 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қызмет ақы алып келіп отырса, мына үстіміздегі жылдың қазан айында 1053 қаулыға өзгертулер енгізіліп, яғни қызмет ақысы жеке сот орындаушыларының 15 айлық есептік көрсеткішке көбейіп отыр. Әділет министрлігі тарапынан жасалған бұл өзгеріс жеке сот орындаушылардың да жұмысын ширатпақ. Өйткені осы уақытқа дейін өз шығындарын әрең өтейтін жеке кәсіпкерлер енді алимент санатындағы істерді орындауға білек сыбана кіріспек. Өз қолымда 900-тан астам іс бар алимент жөнінде. Соған осы жылдың басынан бастап 5 айлық есептік көрсеткішін бойынша іс тапсырғанбыз. Сол іс тапсырған бойынша 16 ісін тапсырып, сол 16 іс бойынша көмегімізді Әділет министрлігінің қаражат бойынша несін алғанбыз. Біз жеке болғаннан кейін, мемлекеттік әлі қалмағаннан кейін біраз көмек деп ойлаймын. Бүгінде аймақта 50 жеке сот орындаушысы жұмыс істейді. Олардың қарауында алимент төлемдерін өндіру санатында 5000-нан астам іс болса, оның 997-сі аяқталыпты. 79 құжат бойынша жеке сот орындаушылары 896 мың теңге қызмет ақысын алған. Жаңа өзгеріс бұл көрсеткішті еселей түседі дейді заң өкілдері. Асқар Тәжиев, Иса Шариф, Торайхан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы.